Жүсіп пайғамбар қиссасы, Зілиханың дерті. Әбден қартайған Азиз Мысри ашаршылық кезінде ауырып қайтыс болған еді. Зілиха содан бері жесіреді. Бұл Зілиха бұрынғы Зілиха емес. Бұрынғы сұлулығынан тырнақтай белгі қалмаған. Гүлдей жүзі жапырандай сарғайып, шолпандай көздері мақтадай ағарып, әліптей түзу, бойы иіліп, белі бүкшиіп, түрі сүмпиіп, таяғына сүйеніп зорға жүреді. Жылай-жылай көзі көр болған. Баяғыда-ақ өлетін еді. Бірақ Жүсіпке деген махаббаты ажалға бермей, үмітпен ғана жетелеп жүрді. Аса таяғына сүйеніп, патшаның ордасына күнде келеді. Бірақ қарауылдар сарайға кіргізбей кері қайтарып жіберетін. Жүсіптің жүйрік тұлпары мен құмай тазысы бар еді. Тәңір тағала оларға ерекше қасиет тартқан. Тұлпардың үстіне ер салғанда құлынын іздеген биедей шыңғырып кісінейтін. Ал тазы иті аймақты жаңғыртып үретін. Тұлпар мен тазы иттің даусын естіген халық Жүсіптің қаланы аралауға шыққанын біледі. Сөйтіп, патшаға жолығып арыз талаптарын айтатын. Бұл кезде Зілиха да жолын тосатын. Бірақ халықтың көптігінен тіпті Жүсіптің маңына да жолай алмайтын. Бірақ оған Зілиха налымады. Жүсібім жүріп өткен жолдың топырағы мен шаңы бетіме қонды деп қуанатын. Зілиха әлі де пұтқа шоқынатын еді. Пұт тасы үйінің төрінде тұрды. Бір күні тас құдайына шоқынып былай деді: «Ей жаратушым сәнім, көзімді тырнап ашқалы, саған шоқынып келемін. Сонда да өміріме не мән, не сән дарымады. Мағынасыз қайғы мен түбі жоқ қасіретке ұрындым. Кезінде Жүсіп менің құлым еді. Оның табынған алласы Жүсіпті патша қылды. Ал мен патшада едім, қазір оның қадірсіз күңіне айналдым. Бүгін бір ғана тілегім бар, көз жанарымды қайтара көр. Тым болмағанда Жүсіптің дидарын соңғы рет көріп өмірден армансыз өтейін» деп пұтты көзіне қайта-қайта сүрте берді. Бірақ онысынан түк шықпады. Меңіреу пұтқа қарап Зілиханың зығырданы қайнады. Ызадан қылшылдап, зілдей балғаны да алды да пұтты қиратып тастады. Сол заматта оның кеудесіндегі қараңғылық пердесі жыртылып, көзінен ыстық жас бұрқ ете қалды. Иманның сәулесі кеудесіне құйылып, көкірегі кеңіп сала берді. Осылайша санасы жарықтанып, бір Аллаға иман келтірді. Жүсіптен естіген Алланың көркем есімдерін есіне алып, Құдайды зікір етті. «Уа 18 мың ғаламның жаратушысы, осы уақытқа дейін надандықпен, білместікпен мылқау меңіреу пұтқа бас ұрып ақмақ болыппын. Маңдайдағы көз емес без екен, нағыз көз жүректің көзі екен. Мен бейбақтың тілегін қабыл қыл, Жүсіппен дидарласуды нәсіп ет» деп жан ділімен жалбарынды. Мейірімді Тәңірі тағала оның тілегін қабыл алды. Бір күні Жүсіп нөкерлерімен аңға шықты. Зілиха жұртпен бірге оның жолын тосып отырды. Әскерлер лег-легімен өтіп жатты. Көзі көр болса да Жүсіптің жүрісі Зілихаға мәлім еді. Жүсіп Зілиханың тұсынан енді өте бергенде: «Әй Жүсіп, халіме бір назар сал» деп айғайлағандай болды. Сырнайлатып дүбірлетіп сап түзеп бара жатқан қалың әскердің шуынан Зілиханың даусы Жүсіп тұрмақ қасындағы кісіге де жетпеді. Сол сәтте Жебірейіл періште Зілиханың сөзін Жүсіптің құлағына сыбырлады. Жүсіп аттың тізгінін тартып кілт тоқтады. Әскері де тұра қалды. Жүсіп аттың басын кері бұрып, дауыс шыққан жаққа қарай жүрді. Қараса кебінін сүйреткен бір кейуана тұр екен. Жүсіп: «Ей кейуана, неге мені шақырдың?» деді. Зілиха: «О сұңқарым, сұлтаным, өзіңе құрбан жан тәнім» деп басы жерге дейін иіліп тағзым етті. Жүсіп: «Сен кімсің? Жөніңді айт» деді таңырқап. Зілиха: «Байлығым тасып, таразыға салып, сені құлдықтан сатып алған Зілихамын. Түтікпенен су беріп, күндікпенен күн беріп, бала қаздай жем беріп бағып қаққан Зілихамын. Алтынмен аптап, күміспен қаптап, сарай саған салдырған Зілихамын. Бір көргеннен сүйіп, ғашық отына күйіп, көз жасын төккен Зілихамын.
дидарыңа тоймай, надандығын қоймай, сені зынданға салдырған Зілихамын дегенде Жүсіп оны тани кетті. Оған жан ашып, әй Зілиха, маған қандай арызың бар деп сұрады. Ашаршылық кезінде саған бар дүние мүлкімді де, өзімді де құлдыққа сатып жан бағып аман қалдым. Кезінде жасаған жақсылығымның ақысына маған бостандық бер деді. Жұттың кезінде бүкіл Мысыр халқы Жүсіптің басыбайлы құлы болды да, әлі ешкім бостандық алмаған еді. Жүсіп, қарызың мен борышыңды кештім, азатсың деді. Зілиха, мұратым бар. Айт, мұратыңа жеткерейін. Қашан қамшыңды бер деді. Маған қамшыңды бер деді. Жүсіп қапелімде не істерін білмей тұрып қалды. Сосын оған кішкене жақындап, ат үстінде қамшыны созды. Зілиха саусағының ұшын болмашы тигізгені сол еді. Тобылғы сапты бұзау түс қамшы лап етіп тұтанды да жалындап жана бастады. Қамшысы лезде шоқ болып, артынша күл боп ұшып кетті. Жүсіптің арғымағы тебініп, оқыранып көкке қарғыды. Үркіген тұлпары ауыздықпен алысып әзер тұрды. Жиналған жұрттың зәресі ұшты. Зілиха, әй Жүсіп, жүрегімнің түбіндегі ғашықтық шоғын көрдің бе? Оның жалыны әлі басылмаған. Жалыны сондай дырау қамшың жанып кетті. Ал мен 40 жылдан бері осы отқа күйіп шыдап келемін деді. Ыстық жалын Жүсіптің де қолын шарпыды. Ғашықтық дерті демде Жүсіпке жұқты. Сол-ақ екен, оның жүрегі лүпілдеп басқаша соға бастады. Жүсіп не болғанын түсінбей қипақтап қалды. Сөйтті де аттың басын кері бұрып сарайға шаба жөнелді. Соңынан нөкерлері де ілесе жүрді. Сонымен Зілиханың жүрегі тыныштапты, көңілі басылды. Себебі өзіндегі ғашықтық дертін Жүсіпке ақыры жұқтырған еді. Енді Жүсіп те Зілиханы бір көруге ынтық болды. Оның 40 жыл бойы сезімін өшірмей, өзіне деген адалдығын сақтап қалғанына қайран қалды. Тағаты тақ болып, Зілихаға кісі жіберді. Ей жүрегімнің жыры, көңілімнің сыры, мойныма таққан тұмарымсың, жалғанда жалғыз райхан жұпарымсың, маған күйеуге шық деді. Зілиха бұл күнде иман дарыған ибалы әйелге айналған еді. Ол иба сақтап, 40 күннен кейін кел деп жауап қайырды. Жүсіп үшін бұл 40 күн ғашық отына күйген Зілиханың 40 жылынан да ұзақ болды. Зілиха түнімен Тәңір тағалаға мінәжат қылды. Уа әлемнің Раббысы, көз нұрымды қайтар, жастық шырайым мен көркімді қайтарып бер, Жүсіптің адал жары болайын деп тіледі. Тәңір тағала оның тілегін қабыл алды. Сол сәтте Жебірейіл келді де құдіретті қанатымен Зілиханы сипап өтті. Сол-ақ екен қос жанары нұрланып, жарық дүниені қайта көрді. Жүзіне қарап еді, бұрынғыдан 100 есе құлпырып кетіпті. Маңдайы қасқиып, мойны қаздиып, көзі мөлдіреп, ерні үлбіреп, үріп ауызға салғандай жұтынып тұр. Тал бойында бір міні жоқ, жаңа шығып келе жатқан сүйріктей еді. Даусы күмістей сыңғырлады. Ақырын сөйлесе, жас ботаның даусындай қаттырақ сөйлесе, ол дауысқа күміс қоңырау таққандай көмейінен күңгірлей сыңғырлай шығады. Зілиха күлсе, бұл жалғанның бәрі күліп жібергендей, мына жұрт қайда отырғанын ұмытып қалады. Жер бетінде ешбір әйел Зілиханың бір тырнағына да татымады, басқан ізіне де тұрмады. Ғашықтық дерт енді Жүсіптің жүрегін өртеді. Зілиханы көрмесе тұра алмайтын халге жетті. Ол Зілихаға ұмытылып еді, ол қаша жөнелді. Жүсіп оның көйлегінің артқы етегінен ұстап қалды. Көйлек жыртылып кетті. Сол кезде Зілиха, әй Жүсіп, есіңде ме? Мен де саған құмар болып соңыңнан қуғанда көйлегіңді жыртып едім. Сол кездегі менің халімді енді сезген шығарсың. Сол кезде кеткен есемді енді алып жатырмын деді. Бұл уақытта Мысыр жұрты да тойға дайындалды. Бүкіл көшеге ақ мәрмәр тас төседі. Көшенің екі жиегін гүлзар бақпен көмкеріп, гауһар таспен безендірді. Айнала сүттей жарық болды.
ауылма ауыл аралап, көшемен көше кезіп, үйме үй кіріп, садақа таратты. Тойға деп 10 мың түйе, 100 мың сиыр, 500 мың қой сойылды. 41-ші күні сән салтанатын жасап, Зілиха сұлуды алтын күймемен алып келді. Жебірейіл періште екеуінің некесін қиды. Жүсіп пен Зілиханың шекесі торсықтай, алтын асықтай ұл мен қырдың қырмызы гүліндей бір қыз өсірді. Ыбырайым зерең, ақылды, Айбике 10 саусағынан өнер тамған пысық қыз боп бойжетті. Жалғасы келесі бөлімде.